Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді французша ет тағамының жасалу жолын ұсынамын. Жасалу жолы өте оңай әрі қарапайым. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға қалдырамын. Осы тағамға керекті заттардың барлығын алдын ала турап, үкіштен өткізіп алдым. Мен картопты барынша жұқа етіп, үкіштің видеода көрсетілген жағымен өткізіп алдым. Ең алдымен тартылған етке дәміне қарай тұз бен қара бұрышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте формаға аздап сұйық май құйып, барлық жеріне жағып шығамыз. Сонан соң картоптың барлығын формаға саламыз. Картоптың үстіне дәміне қарай тұз және қара бұрыш себеміз. Келесі жасайтынымыз тартылған етті салып, барлық жеріне жететіндей етіп тегістеп шығамыз. Тартылған еттің үстіне ұсақтап туралған пиязды саламыз. Сонан соң 3-4 ас қасық майонезді салып, жұқалап жағып шығамыз. Енді пияздың үстіне қызанақтарды қойып шығамыз. Алдын ала қызған пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей 35 минутта толықтай пісті. Сонан соң үстіне үкіштен өткізілген ірімшікті саламыз. Енді қызған пешке 180 градуста 5 минутқа ірімшік ерігенше салып аламыз. Мінекей достар, французша ет тағамы дайын. Өте дәмді әрі тойымды тағамдардың бірі. Бұл тағамды сізге де жасап көруге кеңес беремін. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.